құрметті жамағат, бүгін мынау ауылдарымызда қызметте торғайда үлкен той болып жатыр. Алғашқы нағызы қазақты оятқан Мырза Құтыловтың тойы болып жатыр. Мырза Құтылов 140-қа толып жатыр. Оның тұрпасы біздің атамыз Сейдәсін Кәдірбаев, ол кісі де 140-қа толды. Сол аруақтарға өтей бабамыздың қайтыс болған ұрпақтарына арнайы санаты Мырза Құтылов, Сейдәсін Кәдірбаев, Мырза Ғазизқұловқа бағыштап бүгін құран оқып ас беріп жатырмыз. Кәдірбаевтың ұрпағы атынан Астанадан келген қайратыным бар. Содан кейін мен жазғаннан келген Сейдәсін. Сейдәсіннің інісі, Сейдәсіннің өзінен кейінгі інісі 2 жас кіші. Сейдәхмет деген кісінің ұрпағымыз. Біз осы тізбектен езден сол қуғын сүргін кезінде көшіп кеттік. Фамилиямызды өзгертіп, атамыз Сейдәхмет Кәдірбаев деген фамилиядан қорқып, айтса түрмеге қамап қойып, сондықтан жаңағы Сейдәсіннің кенже інісі Асқарбек деген Қарағандыда түрмеде отырғанда жаңағы менің әкем Бақытжанға хат жазып жүрген әкемді, шешемді, қарындасымды алды. Елден кезінде елде бәрі сендерге маза бермес, қамғы жауыр Кәдірбаевтың тұқымы деп сендерді де соттап түрмеге жауып қойып каторгаға жіберді. Кейін менің әкем жаңағы әкесі Сейдәхметті, шешесі Рысқұловты, қарындасы болып ұсталып Қарағандыға көшіп кетіп, сонда қауым жұмысшылар топ абына қосылып шахтаға түсіп жұмыс істейді. Сол Кәдірбаевтардан қалған ұрпақ, сол Сейдәхметтің ғана балаларымыз. Қалған Сейдәсіннің өздеріңіз білесіздер, Алаша Қарбайға Қайраткері. Одан бала балғанды, бір баласы бар еді, кітап апамыз естелігінде жаздым. Оля деген бір баласының асырап қылған, бірақ ол туралы ешқандай мәлімет жоқ. Сол бүгінгі аста сіздерді хабарлап жаңағы шақырып отырмыз. Астанадан, Алматыдан, жан-жақтан келген, содан кейін осы ата-бабамыздың елінде, жерінде ас берейік деген ниетімізді Кәдірбаевтар ұрпағының қамынан ас берейік деген. Астың тәртібін білсеңіздер, бірінші құранға сор, содан кейін ары қарай сол келіп, қазір құранды оқуды бауырым абылайға. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت
الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤيك على إخواتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين الله ربنا ورب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين اللهم صل وسلم تسليما كثيرا لنبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وأولاده أجمعين. Allah Teala Cennet-i Arma'yla olsa olan Kur'an-ı Kerim'in savabını bağışlayınız. Sidazın Kulmahanbet oğlunun ruhuna bağışladı. Mırşakıp Bulat oğlunun ruhuna bağışladı. Mızağazı İspolt'un ruhuna bağışladı. Allah Teala'mıza kalan arvahların çatkan yerleri şehir olsun, toprakları toprak olsun, kararlı yerleri şahat olsun, tar yerleri keng olsun, Құдай Тағала қабырларының ішін нұрға толтыруын нәсіп етсін. Алладан рахмат болсын. Алланың әмірі мен қиямет күні Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның шафағатына ие болуларын Құдай Тағала нәсіп етсін. Жандары жұмақта, таңдары рахатта болсын. Артында ұрпақтарының, ата-бабаларының баршасының аттарын атап оқытып атқан Құранның Құдай Тағала өзі қабыл етуін нәсіп етсін. Аумин. Biz tağın gelip kaldık. Olsa bir ay burun, bir yarım ay burun kelip ketip edim. O jolu bizden devletin osdan 6 ufak burun ömür sürgen Kazbek Bey'ge bir eskertkiş koyup sol kişiге ас беріп кетіп едім. Енді мынау реті мынау Мыржақ пенен Сейдазының достығы, екеуі құрдас, бір класты оқыған, Орайдың мектебін бітірген. Сол кісі де биыл 140 жасқа келіп, Сейдазың Қадырбаев деген кісі. Соған орай мынау біз Мыржақтың 140 жылдығына келіп жатырмыз. Енді алыста жүрген туыстар, мынау Берік Сейдахметов деген жігіт жаңа сіздерге алғашқы сөзді айтты. Осы мынау ініміз Қайрат Сейдахметов деген келді, өздеріңіз көрдіңіздер. Осы кісілер сіздерге жол жинап жерлесіміз осы жерде туған Сейдахмет атамыз аман қалып Омаров деген фамилияға көшіп жаңа айтты. Сол мінекей соның ұрпақтары келіп сіздерге мынау Сейдахмет туған жерге келіп ас беріп жатыр. Ал енді Сейдазым Қадырбаев жөнінде өткенде де келгенде айтып кеткен. Осы 4-5 жылда көп шаруалар өтті, жұмыс істелді. Мыржаққа байланысты сол кісінің де атын атап, үлкен еңбек жасап жүрген мына ортамызда отырған Қайсар белгілі жазушы осы өзінің
қалса менің мінекей Міржақыпты өмір бойы іздестіріп жүрген, Міржақыпты өмір бойы зерттеп жүрген, мынау Бидайыққа сонау жақтан Прибалтикадан мүрдесін алып келгенде өзі бастап келген қайса сол әңгімелерді бәрін үлкен романға айналдырды. Романның сыртында талай кітаптар шығарды. Соған қоса Сейдәзім бабамыз жөнінде де уақыт алып Қайсар екінші роман жасады. Бүгін ба, ертең бе ол екі романның презентациясы болатын шығар. Onu Kayseri ve Zaytar kayıpta olsa da Allah Teala o sevgi atalğanısı esip olup Mırзағазы деген туыс болған екен біздің. Қасында Мырзахмет деген інісі болған екен. Оны да атап жатырмыз. Қасымбек деген ұрпағы жете алмай қалды, давлениенің өсіп осында келе алмай қалды. Ал енді Сейдәзім жөнінде, Міржақып жөнінде Құдайға шүкір айтылып жатыр қазір. Ес болып Мырзағазы деген кісі 37 жылға дейін Петербургтың Гельсин университетін бітірген екен. Сол кісі интеллектуал керемет, баспагер, өз журналист, 7 өзінің іні қарындастарын Петербургта университетте 50-50 жылға дейін 7 университет бітірген екен. 19 адамы, 19 туысы жазаланып кеткен екен. Оның ішінде өлгендер де бар, айдалғандар да бар. Сондай бір қорлық көрген кісі екен. Ал енді Сейдәзім атамыздан ұрпақ қалмай қалды. Гулия деген асырап алған анау шешеміздің сіңлісінен асырап алған қыз екен Гулия деген. Сол кісі Воронежге барды ма, барған болса қайда кетті білмейміз. Өзі Ақтөбенің қызы екен. Бірақ соны іздестіру мынау біздің алдағы міндетіміз. Берік Қайсар сол кісіні Ақтөбенің қызы көрдеді. Ақтөбе болғанда Жағалбайды ұруы. Соны іздеуге оның ұрпақтары болмаса туған туыстары болу керек. Сол есімізде болсын. Ал енді қазір Сейдәзімнің өзінен ұрпақ болмаса да Сейдәзім атамызды сайлау баяғыда 56 жылы оқуға барып, 57 жылы Жаңарқадан тау болды. Өйткені Жаңарқада сайлаудың жолдасы бірге оқыған Жаңарқаның жігіті екен. Сол бірінші жылы барып әкесіне сәлем беруге барса, біздің Сейдахмет атамызда. Ай қарағым қасында қандай студенттер бар. Фамилияларын айтшы дегенде, Байзақты сайлау бар дегенде, Сейдахмет атам бас салып, сол азаматты маған ертіп алып келген. Сонда жаңағы 17-18 жастағы сайлау, келесі жолы барып, Сейдахмет атамдарды тауып алып, мінекей осылай жалғасып, үлкен туыстығымыз қайта жалғасып жатыр. Ал енді Алла иман берсін. Ұрпақсыз қалған кісілердің мінекей соңынан іздеушісі табылып, әдебиет жағынан, мынау әдебиет көз жағынан көп еңбек істеген біздің Қайсар деп айттым. Ал енді мынау ас беріп, дұға оқып азаматтарымыз баяғыда Байзақ пенен Сейдәзімге осы жерде ас беріп кеткенбіз. Оны білесіздер, осыдан 10 жыл. Енді мынау келіп, өз жақындары алыстан келіп, біреу Жезқазғаннан келіп, біреу Астанадан келіп, Қарағандыда үлкен туыстарымыз бар, олар жете алмады. Сондықтан Алла иман берсін дейміз өзлерге. Жаңа аталмай жатқан Есболовты айттық, Мырзағазы, оның інісі Мырзахметті айттық, Сейдәзім атамызды, бабамызды айттық. Мынау Мыржақып Дулатовты айтып жатырмыз, ертеңді айтамыз. Құдай ол кісілерге иман берсін, алдары жарық болсын, кейінгі ұрпақтар мынау сондай бір қиянаттарды көрмейтіндей болайық. Алла осы Мыржақып пенен
Мырзағазы менен анау Сейдазым бабамыздың ұрықтары биік болып, Алла жатқан жерлерін жеңіл қылып, қабырларын жарық қылып, топырақтарын жұмсақ қылып, ұрпақтары өссін, өнсін, қиянат көрмесін деген. Алла Тағала жақсылықта кездесіп қуанышта кездесейік. Ертең Міржақыптың 140 жылдығы болады деп жатырмыз. Ол бір жағы той, екінші жағы еске алу. Сондай бір қиянаттардың біздің басымыздан өтті қазақ халқының. Солардың бәрі алдағы уақытта тек қуаныш жағы көп болып, қиналыстар халықтың сондай бір қиналыстары, тарығулары кемел болсын. Бұрын Көкшетау қазір Ақмола облысы бұл жақта Рузаевка деген аудан бар. Оғым арығын ішінде Атығай Қарауыл дейді. Мен мынау келіп жүрген мен себеп бұл Сәбит Байзақовтың арқасы. Мен бұл кісінің оқушысымын, бұл кісі менің жетекшім ғылымда. Сондықтан осы елдің азаматтарының біраз білемін. Мен 20 жылдай осы елге келіп жүрмін. Жігіттер айтады, осы сен өтегөл жүрсің ба дейді. Мен рас өтегөл анау сайлауымыз айтады, Болат сен өтегөл жүрсің. Не айтамыз, өтегөл үшін ақша төлеңдер деді. Міне бүгін өзіңді танысып отырмын ғой. Не бұл елдің азаматтары, осы өңірдің азаматтары, жаңа Ахмет Байтұрсынов, Мырзағазы Дулатов, Сейдазым, Қайдарбаев, Алаштың ең сондай лидерлері болған азаматтар. Көсемдері, иә. Бұл елдің өзі осы қызметтен 3 доктор болды. Сайлау ағамыз, Сәбит ағамыз, сосын Азылхан Дайымбетов. Бұл топырақтан жаңа айтты ғой, Қайсар деген менің құрбасым, белгілі жазушы, жаңағы Міржақып Дулатовта осы бұлай елмен таныстырып, мынау үлкен сондай әдеби кітаптар жазып, осы жігіттің арқасында. Сондықтан біріншіден мен Қайсарға той құтты болсын деймін. Ол осы тойға болуына сіздің сондай көп қызмет жасадыңыз. Ал енді тағы да айта кететін бүгініне біз Өтей ұлының екінші асында отырмыз. Бірінші асы Амангелдіде бүгін белгілі Қазақстанға белгілі халық әртісі Әнуар Боранбаев інісі бүгін таң атқан соғыс ері Амангелді қаласының елінде ас берілді. Бүгін екінші ас осы қызберде беріліп отыр. Сондықтан мен бүгін осы жаңа Сәбит Байзақов айтып өтті ғой, осыдан 1,5 ай бұрын келгенімізді Қазыбек бабасына үлкен ескерткіш салып қойылып, сонда қандай өзгерістер болған мына елдеріңізде. Жолдар салынған, асфальттар төселген, үйдің басында шөптер, мая шөптер. Бұл ел өзі қаймағы бұзылмаған ел. Енді Қазақстанда көп ауыл жерлер қайда кеткендерін өздері де білмей, қайда барғанын өздері білмей, бірақ сіздерде өте тамаша өмір болып жатыр. Ауыз біршіліктеріңіз әрі қарай жалғаса берсін, елдеріңіз көкейе берсін, аман болыңыздар, жақсылықта кездесіп осындай
бабаларына арнап астар бола берсін. Қызбел деген аралап мен жүгірдім, қызбел мен деген жоқ, қызбелдің ортасында отырмын. Енді шында да я өтей бауырларым жақсы, әрі батыр, әрі ел билеген сондай бір жақсы ата болған ғой. Одан көптеген жақсы батырлар, ақындар барлығы да шығып жатыр. Енді мына бүгінгі күні барлығымыз жиналып отырғанымызда мынау Міржақыппен қатар Алашты, Ахмет Байтұрсын мен Міржақып Дулатовты айтып отырмыз ғой. Сонымен қоса біздің жаңа туыстарымыз да бірге болып отыр. Олардың ұрпақтары ол кездерде Совет үкіметі кезінде кім жақсы адам, қайырымды сөз айта алады, кім қарсы келеді, соның барлығын түгел қысым қалған ғой. Соған жан-жаққа ыдырап кеттік қой. Енді жаңа от өрт болмай ма, әр жерде шоқ қалмай ма, сол шоқтар жиналып, бүгін барлығымыз бас қосып жатырмыз. Енді барлығы өмір өткеннен кейін адамды өлді деп айтуға болмайды. Артында осындай ескере алатындай жаңағы елі болса, ағайын туысы болса, ұрпағы болса да. Міне Сейдәзім ағамыздың ұрпақтары келіп бүгін осы Қызбелді шықты. Міне Қызбелдің мынандай өлең бар. Қызбел кімдікі деген сияқты. Сонда Қызбелдің басын Әлімбай ортасында Қаржас Шымыраттар қой. Сосын аяғында Ақтайдып үшеумен тоқтайтын бір өлең бар. Солардан қазір ешкім жоқ өзі. Шынын айтса солай ғой. Енді қазір қайта жиналып жатырмыз. Оғанда шүкіршілік. Мүмкін ол осылай жасағаны дұрыста болған шығар. Бізден қазір ұлы қалымдар шығып жатыр. Ұлы ел ағалары шығып жатыр. Жаңа ел басшылары шығып жатыр. Ал енді біз мұқтар дейміз. Мұқтардан кем бе біздің қайсарымыз? Томыда бар. Биылғы жылы мысалғанда Ахмет Байтұрсыновпен кім туралы Серікбай бір-екі кітап жазымды шулап жүргенде. Осы жақында сенің екі шыққан кітабыңды көргеннен кейін, міне, ол дарындық, ол барлық деген сияқты. Сондықтан да қақа творчествоңыз жоғарылай берсін. Манау деген әлі баласың. Алатын делесіңіз жоғары. Содан кейін енді елді ұмытпай, бір ғана ақсақалдың бір ауыз сөзі үшін осындай біздің Қостанайдың университетіне келіп, үлкен республиканский емес, даже международный сондай конференция жасалынды. Сол конференцияда қандай спонсор болдыңдар, қанша кітаптар шықты, қанша жағдайлар жасады. Міне осындай ұрпақ бола берсін деген сөз. Атадан бала тумай ма, ата жолын қумай ма деп, сол сияқты жақсы бола беріңіздер. Сіздерге тілейтіміз кең дастархан, енді барлық байлық бірлікте бола берсін. Алдымыздағы Сәкен сияқты даналар аман сау жүріп жол көрсетеді. Олардың ұрпақтары, олардың жалғастары, менің Қызбелдің туған жерінің кейбіреуіне қолға қоймасам болмайды. Кәбіш деген бұл кезде аған өмірінің иманын аттыратын әрі елдің өзі, туған жерге елгенің өзі аған өмірінің бір үлкен кішігімізді сұрақын сәттері ғой. Ондай жағдайды басқан өткеріп тұрмыз. Және осы арқалыққа шыққандегі оның тәрімнің орынбасары жақшамаған етіп қабылдасты. Ол айтып жатыр енді. Ертең қорғайдың өз басында үлкен конференция болады. Соның жақсы өтуде ұйытқы болыңыздар.
Бұл сәкіні осы төлмей тұрға дайындықты жақсы жасады. Сіздердің ауылдарыңыздан жақсы баға беріп жатса деген үмітіміз бар деп айтып жатыр. Бұның өзі мінекей ел азаматтарына деген тойдың бұл ел үшін, халық үшін, ұрпақтар үшін жасалатын оның мемлекеті. Бұл ортаның ертең сол конференцияда Сәбитаның құттықтау сөз сөйлейді. Жаңағы айтылып жатқан Мажар туралы кітаптың, сосын Сидарын Қарабаев туралы кітаптың тұсаукесерлері болады. Алматыдан ғалымдар келіп жатыр екен, бет қой үйренді деген сияқты. Осының бәрі біздің арыстарымыздың бүгін жарқын болашақ үшін күрескендігі, тәуелсіздікті армандағаны, өз жолдарын адаспай тауып, бірақ сол күрестің жарқын бір сәттерін көздерімен көргенмен, ол өздерінің армандарымен, өздерінің сезімдерімен сезіне білген өздері тұлғалар ғой. Жаңа айтып жатқан Міржан Дулат, бұрын асы беріп жатқан дәрмен шөлмелері бар ғой. Сидарын Құлмағамбетұлы, содан кейін мадағадейіс болып, бірінен бірі ажырап ұсыз тұлғалар. Қараңыздаршы, бұл сіздердің барлық кішкентайынан осы қызбелдескен, қоңырауына суына түскен, осы табиғаттың әдейі өнерген ол тұлғалар, мінекей жастары қашын кетсе де армандарымен, ол мақсаттарымен біздің әрқайсымыз жүрегімізге қонақтаған, біздің күнделікті өмірімізде бізден бірге жүргендей керемет әсер қалдырады. Бұның өзі енді қандай ой түйі болады. Халық үшін жасаған еңбегім, ел үшін қызмет еткенің, болашақты ол жаңағы табарлаумен жасағаның, келешектің күлі зорлық кереңдерін ол аңсармен аңсағаның, осының бәрі сол тұлғаның жүрегіндегі жалауша сияқты желбірейді. Алдымен өзіңде емес, алдымен халық тоя деген, халықтың болашағы үшін күрескен бір тума ерлер, бұл біздің мақтанышымыз. Алақандай сіздерге түлеп ұшқан керемет тұлғалар. Сіздерге көп рахмет беріп, қайрат аталарға ас беріп жатсыңдар. Осының өзі мінекей олар армандаған ұрпақтардың аумағына беріктігінің нәтижесі көрінісі. Сәбит ағам біраз айтып кетті. Бұл тұлғалардың өмірі туралы әлі терең зерттеуге жақында Сәбит ағамның қостанай таңы ретінде, қадам ретінде қорғайды сөйту кезек күтілмейтін мәселе деген тұрғыда. Сонда біраз мәселелер ашық көрсетілген. Осы оларды ұлықтаудың жолдары, егердің айтылмай жатқан тұлғалар бар. Оларды алып шығып, олардың өмірін зерттеу, тарихтың көрмесінен ашық болу мәселелері Сәбит ағамның араларына жақайтыламыз. Енді бұл той деген өзі делеген оқылдырады ғой. Бұрын асыраннан шықтық. Шыққаннан бері осы қателге бар жатыр деп қоямын ішінде. Ол торайға бар жатыр деп нақтырамыз. Бәйгаттарын көремін деп көрсетемін. Бәйгаттары қандай? Ол Серікбай ақын деген көрер. Бәйгаттарының кәдімгі ұсыланған түріне қарап, тірілдеген кәдімгі тұлғаларына қарап, мыналар ертең бәйгенің алдын бермейтінде үміттеніп келе жатыр ғой. Шындары солай. Тойға дайындық жақсы жүргізіліп жатыр. Қостанай облысының әкімі Қуар Берғайұлы тойға үлкен мән беруде. Ол былтыр жылдың аяғында осы Міржақтың 100 жылдығы, оған қоса Сидарын Қарабаевтың 100 жылдығына қатысты өзіміздің ойларымызға айтып Сәбит ағам екеуміз ол кісінің атына жеке хат жолдағанбыз. Байқаймын, ол жазған хаттарымыздағы айтылған ұсыныстар, пікірлер бәрі кәдімгі шешімін тауып жатыр. Оның әкімдігі осы тойдың аясында Міржақтың 100 жылдығына 100 іс-шара деген
үлкен бағдарлама жүзеге асырды. Одан біздің өзіміздің Ерім Қарыбаевты 96 жылда болғаннан кейін 10 жылдан шығарып, тәуба жүрек ататын түрі бар, ертең кітабының тұсаукесері болады. Осының барлығы қазақтың егемендігінің тұрақтылығына, тәуелсіздігінің әлде болса баянды болуына жасалып жатқан игі қадамдар. Тойды жақсы өткерейік. Еліміздің тойы 13 мына Қырғыздің өзінің өн бойынан келіп ұшқан керемет біртуар тұлғалардың тойы. Олардың күллі қазақ елінің тойына аялып жатқандығы бұл біз үшін мақтаныш. Біздің алақандай Қырғыздің өн бойынан қаншама ғалымдар, академиктер түлектер өсті. Оның бірі әлемдік деңгейдегі менің ағам Сәбит ағамның еңбегі, ғалымға деген берілгендігі, кешегі сайлау ағамдағандай, кешегі Қабылхан Бәйімбетов ағамдағандай, Асқар Закарин деген білмей, Әлмағамбет Қасымов деген алаштың керемет тұлғасы болған. Енді осы жерден басқа да түлеп ұшқан қаншама тұлғалар бар, қарапайым еңбек адамдары бар. Оның барлығы бір үшін мақтаныш, қазақ үшін мақтаныш. Дулат атындағы бұл жерде мектеп бар. Ол мектеп тарихи мектеп. Ол мектепте жаңғырттық деп жатыр. Бұл да міне Дулаттың шапағаты, Қадырбаевтың шапағаты. Адамдардың өмірінің бақытты болуы, жарқын өмірдің шаттыққа бөлуі, ол тұлғалардың бойындағы үлкен бір болашаққа негізделген алып күші, рухани мәйегі. Біз мақтанамыз. Адам мақтанғанда той үшін мақтан болу керек екен. Адам халық үшін жандарын қиған, жандарын пидеткен, міржақы үшін, пидайым үшін, қазағым үшін мақтану керек екен. Той боласын, ерлі атқан асыл қабыл болсын. Тек қана жақсы жағдайда тойда ойлауда оның ағында кетуде кейде күштікте болуы мүмкін. Міржақып айтпақшы, оян десе оянайық, Гүлдар апам айтпақшы, ойланайық десе ойланайық. Сонда кәдімгі тайпалған жерлер қалай оянып та, ойланып та болашақ Қазақстанның гүлденуі болады екен. Алла жарылсын. Қайсар аға, сіздерге көп рахмет. Енді біздің өзіміздің сіздерге сыйлығымыз бар. Өзі кегіз бірмін. Сәбит аға. Сәбит ағамызға мынау қазақи киім бар. Келіп бердім. Енді Қайсар ағамызға тура сондай бір шапан. Құтты болсын. Енді орындарыңызға бара беріңіздер, басқа да ақсақалдарға демейік. 85-ке келдім деп өткенді айттым ғой. Сол өткен өмірімнен біраз ойымда қалғандарын жаздым. Өмір сыры мен сыйы деген өткенде біраз азаматтарға осы жерде бергенмін. Қазір енді осыны мектепке бермедім деп отырмын. Мектептің библиотекасына тапсырғым келеді. Ал енді Қайсардың кітабын оқыңыздар. Міржақып Дулатына сен бермедің бе? Бар ма кітабың? Жоқ. Маған берген жоқсың. Ал енді мынау біз 3 кітапты беріп тастадық сіздерге. Біраз бір 2 ай оқитын уақыт сіздерге береміз. Одан кейін мүмкін тағы келерміз. Тоқаев октябрьдің аяғында, ноябрьдің басында келем деп жатыр. Құмар Иргебайұлы егер біз сияқты поддержканы керек болатын болса шақыруға тиісті. Тоқаевпен кездесуге. Жаңа Қайсар айтты ғой, 140 шара деп. Оның ішінде көп осы Қайсардың екеуміз қол қойғанменен Қайсардың көп ұсыныстары өтті. Құдайға шүкір, мынау бүгінгі
таң қалып қалдым. Бізде асфальт дегенді көрмеген едік. Жайшылерде жартылай болса да асфальт салыныпты, тротуарлар салыныпты, оградалар салыныпты. Үлкен бұлай сондай бір мәдениетке жақындап қалыпсыздар. Осылай болсын, алдағы уақытта да мынау үлкен кісілердің шапағаты деп есептеу керекпін. Осы жылдыққа байланысты жолды да талай айттық, жаздық. Қайсар да мен де шамалары келмей жатыр, бірақ ақшаны бөліп жатыр. Құдайға шүкір, оның ішінде осы қыз белге көп көмектесіп жатыр. Сондықтан осындай жақсылықтар бола берсін. Сіздер осы жақсылықтарды көріп, риза болыңыздар. Алла тағала жақсылықпен кездестірсін. Мынау үлкен азаматтар алыстан келген, көрдіңіздер ме? Міржақып, біздің бабамыз Сейдазым, мынау жаңағы мен айтқан интеллектуал, Герценнің Петербургтың университетін баяғы 40 жылға дейін бітірген азамат, сотталып кеткен 19 туған туысы жазаланған. Ал енді осы кісінің мен жаңағы айтқан 7 туысы бірінен соң бірі барып Петербургта университет бітірген. Осындай азаматтарды міне атып жіберген ешқандай обалдың есіне қарамаған. Алла амандықпен кездестірсін, жақсы болыңыздар. Ертең Қайсар сөйлейді, маған жазған статьяларымды көріп, кейбіреуі ұнамай қалды, менің ұсыныстарымның кейбіреуі ұнамай қалыпты, қаттырақ жазылған шығар. Сондықтан менің сөзімді құттықтауға ауыстырды. Басында сөйлеймін, Қайсар ортасында сөйлейді. Алла амандық берсін. Алдағы уақытта да осы Қайсар сияқты беделді жазушылар көбейе берсін ортамызда. Өте жомарт адам болыпты ғой. Сол сияқты жомарттығымыз таусылмасын, тағы бір сыйлықтар ұсынады. Қайсар аға, совет кетпеңіз. Кешірік, құрметті жиналған қауым, мен Марат Ботекупов. Біз мен өте боламын, өте батыр ұрпақтар боламын. Мне қазір мектепке сыйладық қой, өте батыр ұрпақтары, сейітжановтар, Сейдахметовтар сыйлық беріп жатыр мынау мектепке деген сияқты. Одан кейін біз өзіміз өте батыр ұрпақтары ақша жинап ауылға көмек бердік. Берген көмегіміз мәдениет үйге біз бердік көмегімізді. Одан кейін қазір мына жерде мәдениет үйдің кісі бар ма? Мәдениет үйдің жеңгей сіз. Мынау осындай хат ауылдарға өзіміздің ауылға. Мына жерде өзіміздің көңіліміз айттық, осы мұжық тойына ауылға. Одан кейін астында өте батыр ұрпақтары қаржы берген, көмек берген бауырларымыз ауылға осыны береміз. Мұны Қайсар әкімге бересіз деп қойсын. Одан кейін мынау бізден осындай портрет сыйлаймыз. И ауылдағы берген шторалар өзі бар. Сол бұл өте батыр ұрпақтардан осы бері. Айттым. Штор, ауылдың мәдениетіне біз штор бердік. Клубқа болсын. Қазір. Құрметті ағайын туыс, адам қазақ аруақ разы болмайды, тыры баймайды деген. Мен де бүгін қасиетті жұма күні осы қасиетті ата-бабаларымның жеріне келіп өте қуанып отырмын. Мен бірінші рет осында 2015 жылы келген 10 жыл бұрын. Ол кезде марқұм Сайлау ағамыз бар. Сол кісі бастап бәріміз бірнеше топ машина, 9-10 машина бәріміз осында келгенбіз. Сондықтан да ата-бабамның жеріне келіп өте қуанып отырмын. Енді бүгін жолда келе жатып, Алланың қалауыменен өзіміз енді Берік ағам мен жаңа айттық қой, енді Сейдазым Қадырбаевтың жаңа Сейдазым атамыздың ұрпақтары деп жолда келе жатқанда
Қызылберге осы ауылға бұрылыста Мыржақып Дулатов атамызға қойылған тастың жанына Мыржақып Дулатовтың ұрпақтарын кездестік. Қандай керемет, Алланың қалауы деймін. Алланың құдіреті қандай керемет деп. Соған мен өте қуанып қалдым. Енді айтайын дегенім, ең біріншіден осы Сейдазам атамыздың атын шығарып Сәбит аға Байзақов Сәбит ағамыз басталған. Содан кейін Әлім Қайсар ағамыз бастаған, кітап жазып, роман бүгін жаңа кітап сыйлап, роман жазған бұл кісі. Әрқашанда газеттерге статьялар, мақалалар жазады Сейдазам атам туралы. Соған көп рахмет, алғысым шексіз сіздерге ағаларым. Ең алдыменен бәрін бастаған бүкіл туған туысқандарын жинап, осы өте туыстың жинап, ол әрине Сайлау ағамыз, марқұм болған Сайлау ағамыз. Сайлау ағамды есікке алғанда, баяғыда кішкентай болғанда, онда өзімнің әкем бар, марқұм әкем өзімнің әкем 6 жыл бұрын ол дүниеге кеткен. Ол да осында 10 жыл бұрын Қызберге келгенбіз бірге. Сонда Алматыға барғанда, Астанада тұрғанда, Чубарыда, әрдайым барғанда, Сайлау ағамыздың үйінде адам көп толып тұрады. Мақыш апамыздың көңілі әрқашанда ашық, күнде ет асылады. Сонда мен ойлаймын, қаншама бізде қаншама көп туған туысқандар. Сондықтан да баршаларыңызға бүгінгі қасиетті жұма күні тілейтінім осы барлық дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Сіздерге баршаларыңызға зор денсаулық тілеймін, ұзақ ғұмыр тілеймін. Жүректеріңізге имандылық тілеймін. Қазақ елінің болашағы жарқын болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Енді бұл кісілер әрине алаш қайраткерлер, бұрынғы мықты интеллигенция дейміз, бірнеше тіл білген. Ол кезде тарихшылар айтқандай, ол кезде Лениннің өзі айтқан ғой, қазақ халық қандай даналы, қандай мықты, қандай білімді деп. Сондықтан да әрқашанда мақтанамыз өзіміздің ата бабаларымызбен. Рахмет, сол осы айтайын деген. Қалайық, жаңа Марат бауырым күні өте ұрпақтарының үлкен жыршысы, 140 жылдықтың аясында мектепке тарту жасап жатыр. Сейдазам Қадырбаевтың портретін, Мырзағали Есполовтың портретін тапсырып жатыр мектептің директорінде. Енді Марат тағы басқа мектепке тарту жасадыңдар ғой, иә? Ол Қадырбаевтың атынан ба? Неге Қадырбаевтың ұрпақтарының атынан мектепке тарту жасалып жатыр. Енді уақыттың тығыздығына байланысты ертең Бидайық барамыз, одан Торғай барамыз. Іс-шаралар бір-біріне тіреліп тұр. Жаңағындай бір жақсы бір сәтті көргеннен кейін мен де бірер ауыз сөз айтып, бір ойымды білдірмекпін. Жалпы осы Қызбелде Міржақып Дулатұлы туралы менің кітабымның тұсаукесері, атылуын күткен 6 күн деген тағы бір кітабымның тұсаукесері жасалып, мектепке сол кітаптарды тартпау ойымыз бар еді сыйға. Мінекей уақыттың тығыздығына орай ырғалып отырмай, кең түрде әңгіме көтермей, осы ұрымтал сәтті пайдаланып, қазір Міржақып Дулатұлы туралы кітабымды мектептің кітапханасына тапсыруға рұқсат етіңіздер, директоріне. Мынау біреуін мектептің музейіне, мынау біреуін кітапханаға. Ал мынау енді екеуі бар ғой, екеуін не істейміз енді? Ал енді өзіміздің ауылдың керемет бір клубтың кітапханасы бар ма? Оған біреуін
Иә. Әкімет қабілеуін сөйтейік. Ал енді бұл Міржақып Дулатұлы туралы кітап. Енді Сейдадым Қадырбаев атамыз туралы жазылған Атылуын күткен 6 күн деген кітап бар. Соны жаңағындай үлгімен төртеуін қайталаңыз, иә? Дәл сол үлгімен. Енді балам қаншасы бар? Ал 6 бар екен. Бұл не істейміз, қалқам? Ал енді бұлай, ауылдың ақсақалдарына Ғадел ағама біреуін апарып беріп, осы жерде менің көмекшілерім бар ма? Ғадел ағама соны қанат тұрған тұстарған түрге алып тегі ауылдың азаматтарына дейді. Қанат өгеді, біреуін ал. Сартайда бар. Жақ қанат деген бар. Ғалым бар, ол неге? Нағашым отырады, нағашым. Отыр ғой нағашым. Қарат беги. Нағашым отыр мен оның модель. Кімге? Қандай бәдеуін? Әбіреуін ағар. Жүрсеген. Ал енді бір. Ал әрі. Ал енді құрметті бауырларым, бұл өзі бір керемет бір жағдай болды. Олардың рухына жасалған дұға қабыл болсын, беріліп атқан ас рухтарына шапағат болсын. Қызбелдің болашақ ұрпақтары осындай үлкен аталарының жолымен өсіп өркендесін, қанаттансын. Осындағы Дулатов атындағы мектептің ұжымына сәттілік тілейміз. Жаңағы беріліп жатқан Қадырбаевтың ұрпақтарының атына сый-сияпатты жаңа кітаптарды қалқам көздің қарашығындай сақтап, оның оқырмандарының болуына ұйытқы болыңыздар. Аман болайық, сау болайық. Рахмет.